Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде алғашқы сабақ. Менің аты жөнім Бекмұрат қызы Жұлдыз. Және де біз бүгін Autodesk 3D Max бағдарламасында жұмыс жасайтын боламыз. Және де біздің бүгінгі тақырыбымыз бағдарлама интерфейсі, негізгі примитивтерді қолданып жұмыс жасау. Біздің жұмыс жасап жатқан бағдарламалау ортасы ол бізде Autodesk 3D Max 2010 жылғы нұсқасы болып табылады. Келесі өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жұмыс аймағы бізде 4 терезеден тұрады. Олар бізде топ, фронт, лефт және перспектив деген терезелер. Бағдарламаның интерфейсіне келетін болсақ, мұнда стандартты батырмалар көрсетілген. Және мысалға сақтау, өңдеу, өзгерту деген сияқты. Бізде көрсетілген бұл мәзір қатары, әрбір мәзірдің өзінің құрылымы, яғни құрылысы көрсетілген. Одан кейінгі бізде көрсетілген негізгі құрал-саймандар тақтасы. Бағдарламаның оң жақ бөлігінде Grade деген батырма орналасқан. Grade батырмасы негізгі объектілерді құруға мүмкіндік береді. Мысалға алып қарайтын болсақ, белгілі бір объекті құратын болсам, яғни дәл осы алынған объектіні біз жылжытуға және орнын ауыстыруға осы Select және Move деген батырманы басу арқылы қолданатын боламыз. Яғни бұл объектіні X, Y бағытына немесе Z бағытына өзіңіздің ыңғайыңызға қарай орналастыруға болады. Одан кейінгі батырма бізде жанындағы Rotate деген батырма. Бұл бізде өзіміздің алған объектімізді айналдыруға, өзгертуге мүмкіндік береді. Одан кейін тұрған мына үшінші батырма, ол бізде өзіміз орналастырған объектіні үлкейтуге немесе кішірейтуге мүмкіндік береді. Мен бұл жерде объектіні кішірейтіп алдым, және де мына жердегі батырмалар бұл бізде объектіні басқаруға арналған. Бұл жердегі батырмалар объектіні үлкейтуге, кішірейтуге, алыстатуға, жақындатуға, айналдыруға, орнын ауыстыруға, өңдеуге, өзгертуге кеңінен мүмкіндік береді. Және де сонымен қатар бізде анимациялармен жұмыс жасауға арналған Timeline деген батырмасы орналасқан. Енді объектіні құруға кірісетін болсақ, бұл жерде Grade батырмасы арқылы біз өзімізге керекті объектіні алатын боламыз. Және осы жерде панельдің астында Geometry деген батырма бар. Сол батырманы басып қарайтын болсақ, бұл бізде геометриялық фигураларды таңдап және соларды объектіні енгізуімізге көмек береді. Мысалға, мына жерде квадратикті немесе домалақты және де басқа да фигураларды сіздер, эллипсті мысалға, түрлі фигураларды сіздер енгізіп жұмыс жасай аласыздар. Бұл жерде орналасқан фигуралардың барлығы геометриялық примитивтер деп аталады. Және де осы панельдердің жанында модификация жасауға арналған арнайы батырма бар. Яғни біз белгілеп алған объектінің ұзындығын, биіктігін, енін өзіміз қалағанымыздай өзгертуімізге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл жерде Grade батырмасынан да бөлек панельдер бар, яғни олардың басқа да примитив түрлері көрсетілген, және соларды сіздерге көрсететін болсақ. Бұлар бізде күрделі объектілер болып табылады. Және де бұндай объектілер программада өте көп.
Сонымен қатар және бұл жерде өсімдіктер де бар. Мысалға, есіктерді құру үшін қазір сіздерге есікті құрып көрсетейін. Міне есік құрылды. Сонымен қатар есіктен бөлек терезелерді де құруға болады. Сонымен қатар жаңа айтып өткеніміздей, бұл жерге өсімдіктерді де қоюға болады. Бұл өсімдіктерді қойған кезде өлшемі бізде үлкен болып тұр, бірақ біз бұның өлшемін кішірейте аламыз. Және де біз бұл жерде объектімізді салып болғаннан кейін рендер арқылы терезе ашып өзіміздің объектімізді көре алатын боламыз. Яғни бізде мына жерде рендер арқылы біздің орналастырған объектіміз терезеден көрініп тұр. Және де мысалға алдағы уақытта қандай да бір жұмысты сақтау үшін сейф батырмасын басып, яғни өзімізге керекті жерге орналастырып сақтауымызға болады. Мысалға, мен рабочий столды, яғни жұмыс ортасына сақтайтын болсам, документтің атын жазып, сақтау батырмасын басу жеткілікті. Және сонымен қатар бұл жақта, яғни бұл бағдарламада түрлі объектілермен жұмыс жасауға кеңінен болады. Мысалға, мына жерде өсімдіктерінің өзінің біршама түрлері көрсетілген. Өздеріңізге керегін алдағы уақытта пайдаланып қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар бұл жерде Shapes деген батырма бар. Бұл жерде екі өлшемді объектілерді құруға болады. Және тағы да бұл жерге жарықтарды қою, жарық көздерді қою, немесе камера қою деген сияқты батырмалармен жұмыс жасап орналастыруға болады. Жалпы енді сіздердің бүгінгі тапсырмаларыңыз осы бағдарламаны компьютерлеріңізге орнату және де жұмыс барысымен, яғни жұмыс үстелімен танысу, терезелермен танысу және де негізгі басты примитивтермен танысу.